Барлықтарыңа сәлем оқушылар. Сендермен бірге Теміржан ағай, FM онлайн. Бүгінгі қарастыратын біздің тақырыбымыз ол геометриялық оптика, нақты айтқан кезде 8 сыныптың ТЖБ тақырыптары. Егер де сен 8 сынып оқушысы болсаң, немесе ұбт-ға дайындалып жүрген 10-11 сынып оқушысы болсаң, саған бұл видео өте пайдалы болады. Егер де одан да көп пайдалы ақпараттарға ие болғың келсе, онда біздің FM онлайн парақшаларына тіркеліп қой. Instagram, Telegram және тағы басқа парақшаларға. Жақсы, бастайық. Бүгін біз қарастыратын тақырыптарымыз айтқандай, ол бізде ТЖБ 8 сынып нақты геометриялық оптика. Бірінші сұрағымыздан сонымен бастап кете берейік. Бір ұпайлық сұрақ бізде бірінші не дейді? Жазық айна алдындағы дене мен оның кескіні қай суретте дұрыс көрсетілген дейді. Байқап отырсаңдарыңдай бізде жалпы айнаның үш түрі бар. Ол бізде жазық айна, кескінді қалай бар, солай көрсетеді. Денені қалай бар, солай көрсетеді. Одан бөлек ойыс және де дөңес айналар бар. Сосын бізде айна ол сәулені не істейді? Сәулені айна бізде сындырады. Точнее, шағылдырады, ал линзалар бізде айнаны сындырады. Осыдан енді біз қандай қорытындыға келу керекпіз? Бізде жазық айнаны сұрап тұр. Жазық айна дегеніміз ол жаңағы біздің кескінімізді қалай бар, солай көрсету керек. Яғни арақашықтықтары да сондай болу керек, өлшемі де сондай болу керек. Яғни бұл жердегі біздегі басты момент мынау дененің қазір әрбір нүктесін біз детально қарастыратын боламыз. Мысалы, мына жерден қараңдар. Мынау оның басындағы нүктесі, және де осы жерден оның айнаның артындағы нүктесіне дейін біздің денеміз. Дене мынау ғой бізде. Кескін айнаның артында, яғни мынау белгілер айнаның арты деген сөз. Бұл жердегі айнаның артындағы кескініміздің арақашықтығы да сонымен жақын болу керек. Яғни мен айнаға 1 метр алыстап тұрсам, айнаның артындағы кескінім де 1 метр болады, сонда общий бізде 2 метр болу керек. Яғни мына жерде байқап отқандарында арақашықтық үлкен, мына жерде арақашықтық кішкентай болып тұр. Значит, мынау вариантты біз қарастырмаймыз. Одан бөлек, мына жерде арақашықтық үлкен, и мына жерде арақашықтық жақын. Мынау вариант өте әдемі келіп тұр негізі. Осы вариантты қарастырсақ болады. Байқап отқандарында мынау бізде келмейді. Арақашықтықтар, яғни дененің басы мен жаңағы соңы арақашықтықтар келмейді. Мынау екеуі мүлдем наоборот болып тұр. Бұл да бізде айнаның кескініне мүлдем келіп тұрған жоқ. Сонымен біз таңдайтын жауабымыз екінші Б варианты болады екен. Бұл бізде жазық айналарға байланысты болды. Ары қарай кеттік. Келесі, енді біз білетіндей суреттегі линзаларға байланысты бізде әрбір линза ол екі түрлі линзалардың тобына жатады. Яғни бізде линзаның жалпы екі түрі бар. Біреуі шашыратқыш линзалар, екіншісі жинағыш линзалар. Енді жинағыш линзалар олар сәулені жинайды, шашыратқыштар соответственно шашыратады. Бірақ сол линзалардың бізде түрлері бар. Мына жерде көрсеткен сол линзалардың қайсысы жинағыш линзаға жататынын тауып алу керек. Енді бізде білеміз, бізде линзаның жалпы түрлерінен именно шетіне қарағанда қалыңырақ болу керек, ол жинағыштар. Ал наоборот, ол бізде шашыратқыштар болады. Если қазір бізде шеті қалыңырақ болатын болса, онда ол бізде қандай линза болады? Как раз бізге керекті жинағыш линза болады. Енді внимательно қараңдар. Қайсы линза бізде жаңағы мен айтқан описанияға байланысты келіп тұр. Бір ойланып көріңдер. Сосын біз таңдаймыз, Бізде паузаға басып ойлансаңдар болады, мен айта берейін. Бұл жерде бізде ең бастысы керегі бізде 1. Байқап отқандарындай жаңағы мен әкелген описание 3, және де 4 келмейді, 2 келмейді. И мына жерде 5 келеді. 5 келіп тұр әдемі. Соответственно, біз бұл жерде нені таңдаймыз? 1, 3 және де 5 деген вариантты таңдайды екенбіз. Жақсы? Бұл линзаларға қатысты. Әрбір линзаның түрін жаттап алған өте маңызды болды. Себебі ертең ұбт-да бұл линза именно шашыратқыш және жинағыш екенін сендерге айтып бермейді. Бірақ есепте келе береді. Сондықтан да осының түріне қарап бізге уже білу керек болады екен, достар. Ары қарай кеттік. Келесі. Жарық құбылысының суретте берілген суреті бойынша келесі сұрақтарға жауап беріңдер дейді. Бірінші, суреттегі жарық құбылысының аты қандай дейді. Суреттегі енді жарық құбылысы, мен айтқандай, бізде жарық құбылысының жалпы екі түрі бар. 3 түрі бар. Ол жаңағы шағылу, жұтылу және де сыну. Мына жерде нақты біздің сәулеміз А нүктесіне қызыл сәулені көріп тұрғандарындай, қызыл сәуле бізде келіп суға түседі, бір ортаға келіп түседі. Сосын келесі ортада не істеп жатыр? Сынып жатыр. Яғни белгілі бір бөлігі бар бұның шағылатын тоже. Бірақ оны қарастырып жатқан жоқ бұл жерде. Тек қана сыну бөлігін қарастырып жатыр. Сыну қандай кезде жүреді? Сыну бізде жарық бір ортадан екінші ортаға ауысқан кезде жүреді.
Одан бөлек жарық бір ортадан екінші ортаға ауысқан кезде оның жылдамдығы түседі. Жалпы жарық жылдамдығын білеміз ғой барлығымыз, иә? С тең 3 көбейту оның 8 дәрежесі метр бөлінген секундқа тең негізі жарық жылдамдығы. Бірақ бұл вакуумде. А вот енді суға немесе ауаға ауысқан кезде бұл жарық жылдамдығының мәні азайып бастайды. Жақсы, бұл жерде бірінші сурет жарық құбылысының аты біз сыну деп белгілеп қоямыз. Сыну. Осы құбылыстың заңдары дейді, яғни біз қандай заңдарды білу керекпіз. Ең басты заң біздегі мынау түскен сәуле, сосын давайте мен бұны жазбай ақ қояйын, потому что тым ұзақ болады, мен продиктую. Түскен сәуле, одан бөлек сынған сәуле, сосын осы екеуінің арасындағы перпендикуляр, бұлардың барлығы бір жазықтықта жатады. Бұл бізде бірінші заң. Мен айтқан жаңа бірінші заң. Екіншісі Снеллиус заңы. Яғни Снеллиус заңы не дейді? Яғни біздің мынау, бұны енді жазып жіберейік мына жерге. Синус. Кешірім синус альфа бөлінген синус бета, ол бізде тең болады n2 бөлінген n1-ге. Яғни бұлар не? Бұл не нәрсе айтады бізге? Яғни сәуленің түсу бұрышы, синус альфа деген түсу бұрышы ғой мынау. Оның жаңағы шағылу бұрышына қатынасы олардың жаңағы жарықтың сыну көрсеткіштерінің қатынасына тең, бірақ обратно пропорционально. Бір-бірлеріне кері пропорционально. Осы бізде Снеллиус заңы. Осыны бірінші біліп жүрейік. Потом одан бөлек екіншісі ол жарықтың жылдамдығына байланысты, ол бізде Гюйгенс заңы. Гюйгенс заңы бізде не дейді? Гюйгенс заңы бізде айтады, осы тұрған синус альфа, синус бета қатынасы бізде жарық жылдамдықтарының қатынасы дейді. Нақты айтқан кезде V1 бөлінген V2. Ал енді осыны егер жалғастыратын болсақ, ол бізде n2 бөлінген n1-ге тең болады. Бұл бізде Гюйгенс заңы. Яғни бір ортадан екінші ортаға жарық ауысқан кезде ол жарық жылдамдығының мәні ауысады екен. Неге байланысты? Жарықтың сыну көрсеткішіне байланысты. Ортаның тығыздығына байланысты деп те айтсақ болады негізінде. Жақсы. Осымен ары қарай жалғастырайық. Түсінікті болды деп ойлаймын. Үш заңын айттық. Снеллиус, Гюйгенс және де жаңағы перпендикуляр түсу және де сыну бұрышының байланысты. Барлығы бір жататынына. Ары қарай кеттік. Келесі. Суретте перископтан шыққан бірінші және екінші параллель сәулелер көрсетілген. Перископтың қандай мақсатта қолданылатынын жазу керек бұл жерде. Біріншіден, перископ байқап отқандарындай, мынау тұрған объект және де мынау тұрған объект бір-бірлеріне параллель. Яғни бір линияда, бір бағытта екеуі кетіп барды, қиылыспайды. Қалай соссаң да. Бір-біріне параллель. Түсетін сәуле, мына жақтан келетін түсетін сәуле, дәл сол градуспен мына жаққа қарай шағылады. Осыдан бізде кескіндер пайда болады. Яғни перископтың логикасы осылай екі параллель айна арқылы жұмыс жасайды. Яғни жұмыс жасау принципін айтып жатырмын. Одан бөлек не үшін қолданылады? Яғни подводный лодкаларда, жаңағы, допустим, соғыста траншеяның астында жатсың, не істейсің? Басында көтеретін болсын, снайпер алады да, фук етіп басына атып жібереді. Бізге перископ не көмектеседі? Көтересің, перископтың астынан қарап тұрасың. Яғни бізде ұзын осындай объект көтеріледі, давайте біз былай есептейік оны, перископ наоборот қарастыратын болсақ, мына жақтан қарайсың, сенің басың төменгі жақта тұрады, ал окоп, допустим, былай тұрады. Сонда сен не істейсің? Мына жерде тұрған объект уже бүкіл окоптың үстінде тұрған процестің бәрін көрсетіп тұрады ғой саған. Яғни перископтың жалпы логикасы осындай форматтарда жұмыс жасайды. Сен шыға алмайтын немесе бойың жетпейтін объекттердің барлығын саған көрсетіп береді. Жаңағы жарықтың шағылу заңы әсерінен болады екен. Жақсы, бұл жерде енді логика түсінікті болды деп ойлаймын. Тоже жазып, уақыт құртпай ақ қояйық. Целым теориялық сұрақ болғаннан кейін, я думаю, сендерге жауап бердім. Ары қарай кеттік. Бұл жерде не істейміз? Екі ортаның сыну көрсеткіштерінің қатынасы n1 үлкен n2 дейді. Яғни, мынау n1-дің сыну көрсеткіші n2-ден үлкен дейді бізге. Бұл бізде осындай үлкен болса, қай суретте сәуленің жолы дұрыс көрсетілген? Яғни, бұны түсіну үшін менің ойымша сендерге эксперимент жүзінде бұны көрсеткен дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан біз қазір феткаларада жүгінеміз. Жақсы, ең алдымен феткаларда біз не істейміз? Бұл жердегі басты момент, яғни бізге қазір сәуленің түсетін жағын бізге тығызырақ қылу керек. Сыну көрсеткішін үлкенірек қылу керек. Сондықтан мен бұны глазқа ауыстырамын. Яғни глаз деген бізде шыны. Яғни қазір ол шыны ортаға қазір өтетін көрсетейін сендерге. Мен қазір сәулені жіберейін. Сыну көрсеткіші жоқ. Неге? Себебі абсолют шыны болып тұр барлығы.
сәуле түзу сызықты таралып жатыр бір ортада. Енді мен қазір ортаны ауыстырамын, яғни екінші ортаның сыну көрсеткішін азайтамын. Қазір азайтып жатырмын, қараңдар. Азайтып жатырмын. Яғни сыну көрсеткіші азайған сайын біздің сәулеміз қай жаққа қарай сынады екен? Жоғары жаққа қарай сынады екен. Яғни мына жерде біз қандай жауапты таңдағанымыз дұрыс? Яғни мынау тұрған черточка ойынының бастапқы позициясы төменге қарай кетпейді екен. Мынаны таңдамаймыз. И мынаны да таңдамаймыз. Бізге идеально келіп тұрған мына екінші жауабымыз. Осы екінші вариант таңдаймыз. Дұрыс жауабы 2. Неге екенін сендерге көрсеттім деген, түсіндіре алдым деген ойдамын. Жаңағы Снеллер заңы бойынша да бұны толығымен көрсек болады, иә? n1 бөлінген n2 синус альфа бөлінген синус бета формулалары арқылы. Точнее, синус альфа бөлу синус бета тең болады n2 бөлінген n1. Бір-бірлеріне кері пропорционал. Солай да дәлелдесек болады негізі. Жақсы, ары қарай кеттік. Кезекті есебімізде бізде қарастырып жатқан суретте жинағыш линза және оның алдында орналасқан АБ денекке көрсетілген. О нүктесі линзаның центрі, F линзаның бас фокусы дейді. Бізде мынау А нүктесі, ол біздегі біздің денеміз екен. Мынаны біз дене деп жазып қойық. Дене. Осы дененің енді кескінін алу керек. Кескінін алу үшін бізге олардың сәулелердің қозғалу принципін осы жерде қарастыру керек болады. Яғни мына жерде бізде кескін алу үшін жеткілікті 2 сәуле. Екеуін ғана сызсақ жеткілікті бізге. Яғни біреуін біз прямой сызамыз линзаға қарай. Екіншісін линзаның ортасына қарай сызамыз. Менде қазір енді линейка жоқ, бірақ бар ғой менде линейка. Давайте линейканы да қолданайық. Сызғышпен қолдансаңдар тіпті жақсы негізі. Онда жаңағы біздің кескініміздің тура шығу ықтималдығы жоғарылайды. Қараңдар, мына жерде бізде мына сәуледен ортаға қарай тағы бір сәуле жібереміз. Бұл сәуле қарап тұрғанданда линзаның ортасынан өтіп жатыр. Кез келген линзаның ортасынан өтетін сәуле ешқашан сынбайды. Осы ережені де жаттап алыңдар. Ешқашан сынбайды. Одан бөлек, мынау бізде жинағыш линза деп тұр ғой. Жинағыш линза көріп тұрғандарындай. Жинағыш болғаннан кейін мына жерге түскен біздің сәулеміз не істеу керек? Ішке қарай сыну керек. Сонда сынған кезде ол нақты мынау F-қа қарап сынады. Так, сонда бұлар екеуі қай жерде кездеседі? Мына жерде кездесіп тұр ғой, сонда мен түсінуім бойынша. Себебі мен көріп тұрғандарында С сұрағында линзаның сызықты ұлғаю деп тұр ғой. Сызықты ұлғаю бізде ол үлкен аштың кішкентай ашқа қатынасына тең. Яғни линзаның кескінінің биіктігін линзаның дене биіктігіне бөлеміз. Сондықтан мен линия сызғышпен сызып жатқан сол үшін ғой. Бұл жерде екеуі осы жерде кездесетін болса, 4 деп ала берейік. Мына жерде сонда бізде кескін пайда болады. Кескінді жасылмен сызайын. Мына бізде кескін. Жақсы. Барлық данныйды клеткамен жинай берсек болады. Бұл жерде енді не істейміз? Бірінші суретте дененің кескінін салыңдар. Кескінін салдық. Көріп тұрғандай, бірінші задание орындадық. Кескіннің сипаттамалары қандай? Жақсы, кескіннің сипаттамаларын жазайық. Бізде қандай сипаттамалар болады бұл жерде? Ең бірінші, көріп тұрғандарында біздің денеміз төңкерілген болып тұр. Төңкерілген. Жақсы. Екіншіден, бұл денеміз бізде үлкейтілген. Денеден қарағанда байқап отырсаңдар 2 есе үлкен, иә? 4 клетка. Үлкейтілген. Және үшіншісі, бұл бізде линзаның артында пайда болған. Дене жақта емес, линзаның артында пайда болғаннан кейін линзаларда бұндай кескіндерді шын кескіндер деп атайды. Бұл шын, жалған емес. Ал егер де кескініміз мына жақта пайда болса, онда ол уже бізде жалған болатын еді. Жақсы, ары қарай кеттік. Енді соңғы сұрақ, линзаның сызықтық ұлғайы нешеге тең дейді. Сызықтық ұлғайы бізде G деген әріппен жазылады. Ол бізде линзаның кескінінің линзаның өзінің биіктігіне қатынасына тең, дененің. Енді кескіннің биіктігін біз 4 деп аламыз. Міне, мына жер 2, 3, 4 деп аламыз. Дененің өзінің биіктігін 1, 2 деп алайық. 4 2-ге бөлетін болсақ, сызықтық ұлғаю бізде 2-ге тең болады. Сонда 2 есе кескініміз ұлғайған көрсетеді екенбіз, достар. Түсінікті болды деп ойлаймын, иә? Жақсы. Ары қарай қозғалайық. Көздің ақаулары.
Бізде а суретте бір адамның көзінің көзілдіріксіз жағдайы, ал Б суретте көзілдірікпен қалпына келген бейнеленген. Яғни сол бір көзді Б суретте екі түрлі көзілдірік кигізеді. Б суретте қайсы дұрыс екенін табу керек қой. Бірінші сұрақ. Осы адамның көзінің ақауы қандай дейді. Көздің ақауының өзі екі түрі бар. Именно гипераметропия деп аталады біреуі, екіншісі миопия деп аталады. Мына жерде біздің ақауымыз қандай? Біз көздің жалпы құрылысымен танысайық осы жерде. Бізде мына жерде сетчатка деген нәрсе бар. Қазақшасын ұмытып қалдым бұл жерде, бірақ осы жерде прямой мимен контакт болады. Мимен байланыс болады. Мимен байланыс болған кезде осы жерге біздің денеміз қиылысып түсу керек. Яғни мынау көріп тұрған екі сәулелерің осы жерде түсу керек қой. Түсіндіре алдым ғой. Байқап отырсаңдар, біздің қиылысымыз сол сетчаткаға дейін пайда болып тұр да. Одан бөлек мына жерде бізде көздің бұлшық еттері бар. Яғни мынау тұрған серый, ол бізде линза. Сол линзаны, в общем, сығады, созады, яғни сол линзаны жұмыс жасауына осы бұлшық еттер көмектеседі. Енді мына жерде бұлшық еттер тым қатты, тым жақсы жұмыс жасап тұр да. Яғни біздің түсіп жатқан сәулелерді қатты сындырып жатыр. Иә? Сонда қатты сындырған кезде біздің сәулеміз сетчаткаға дейін түседі да, яғни біздің адамымыз очкисіз кейбір объекттерді өте бұлыңғыр көріп бастайды. Сол үшін де біз мына жерде не жасаймыз? Бұл біріншіден ақаудың атын айтайық. Ақау миопия деп аталады. Миопия немесе жақыннан көргіштік. Жақыннан көргіштік. Одан бөлек, енді осы жақыннан көргіштікті емдеу үшін қайсысын қолданамыз? Екінші сұрақ сонда айтады. Бұл суретте қай көзілдірік дұрыс дейді. Мен жақыннан көргіштік болғаннан кейін жаңағы түсіп жатқан сәулелерді ары қарай шашырату керекпін. Егер де мен қазір мынаны қолданатын болсам, онда менің мынау сәулем мына жерде емес, мына жаққа қарай жақындайтын еді. Бұл ол көзді одан сайын, ақауды көбейтеді. Одан сайын бұлыңғыр қылады. Сондықтан да маған мынау сәулелерді шашырату керек ары қарай. Ары қарай шашырату керек. Ал шашырату үшін сонда мен қай сәулені қолданады екенмін? Мынау сәулені, шашыратқыш сәулені қолданады екенмін. Б деген сұрақты таңдаймыз осы жерде. Түсінікті болды деп ойлаймын, бұл. Жақсы, ары қарай кеттік. Келесі сұрақ бізде айтады. Келесі сұрақ бізде айтады. Сынық телік жарық көзі мен экран арасындағы дене және оның көлеңкесі суретте көрсетілген. Егер дененің биіктігі 5 см, міне көрініп тұр. Жақсы, 5 см. Экрандағы көлеңкенің биіктігі 15 см, көрініп тұр тоже. 15 см және б 20 см болса дейді, аралық мына жердегі б см 20 см болса, денеме жарық көзінің ара қашықтығы а неге тең болады дейді. Жақсы, қараңдар. Бұл жерде біз ұқсас бұрыштар ережесін қолданамыз. Яғни байқап отырсаңдар, жалпы мынау тұрған үлкен бір үшбұрыш, мына жердегі кішкентай үшбұрышқа пайда ұқсайды. Градустары барлығы, бірақ өлшемдері ғана әртүрлі, негізі градустар бәрі бірдей. Сондықтан да мен не жасай аламын бұл жерде? Бұл жердегі негізгі миын ережеміз қандай болады? Мына жердегі кішкентай үшбұрыштың, яғни H биіктігін мен егерде оны жаңағы үлкен H-қа бөлетін болсам, үлкен үшбұрыштың табанына, кішкентай үшбұрыштың табанын үлкен үшбұрыштың табанына бөлетін болсам, ол менде не болады екен? Олардың мына А, Б деген ұзындықтан көріп тұрсыңдар ма? Солардың қатынастарына тең болады екен. Соотношение, барлығы бірдей болады. Сонда мен мына жерде кішкентайдың ұзындығы А-ға тең ғой, мына жердегі ұзындығы. Үлкендікі уже Б емес, А плюс Б болады, дұрыс па? А плюс Б болады. А қосылған Б болады. Яғни мына жерде байқап отқандарындай жауапты енді сантиметрмен қалдыра берейік, себебі қазір қиындап кетеді. Тем более варианттар жоқ, бірақ енді метрмен сұраса, онда ол бастан метрмен айналдырып тоже бөле берсек болады. Ештеңе өзгермейді. Сантиметрлер қысқарып кетеді. Сол үшін де мына жерде мен биіктікті не істеймін? Мына жерде кішкентай биіктіктің орнына 5-ті қояйын, мына жерге 15-ті қояйын. Мына жерде А-ның мәні бізде берілмеген, мына жерде де жоқ ол, мына жаққа 20-ны қояйын. Ары қарай шығарайық осыны. 5 пен 15-дің қатынасы бізде 3-тен 1-ге тең. Мына жақта бізде дәл сол қалпында қала берсін. Сонда мына жақта А қосылған 20 менде неге тең болады екен? 3-ге тең болады екен. А қосылған 23-ге тең, 3А-ға тең нақты. А мына жаққа қарай кетеді, сонда 20 менде 2А-ға тең болады. А сонда менде 10 сантиметрге тең болады екен, достар. Жақсы. Осы жерден, яғни мен мына жерде тұрған А деген биіктік үшбұрыштың қабырғасын, бір қабырғасын тауып алдым. Ұқсас үшбұрыштар ережесі арқылы. Жақсы, осымен біздің TJB-ның сұрақтары аяқталады. Оның екінші
нұсқасындағы сұрақтардың барлығы осындай типті. Мен сұрақтардың әрбіреуінде екі нұсқаға да сай келетін жауаптарды айтуға тырыстым. Сондықтан да бұл ақпарат сендерге өте пайдалы болды деп ойлаймын. FM онлайнға тіркеліңдер, бізбен бірге болыңдар. Сау болыңдар.